Қайырлы күн ханымдар, кешкі асқа не жасарларыңыз білмей ойланып отырсаңыздар, дәл осы тағамды жасауды ұсынамын. Бұл тағамның аты ұн қуырдақ, бу кеспе, нан палау деп те аталады. Ең алдымен ет, пияз, сәбіз, картошка барлығын көбіктеп турап дайындап алатын боламыз. Одан кейін қазанды отқа қойып, май құйып қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін барлығын рет-ретімен сала отырып, осылай қуырып алатын боламыз. Асымыз дәмді болсын деп мен осылай қатырылған перецтерді да қостым. Одан кейін картошканы қуырып, татымына қарай тұз бұрыштарыңызды қосып, су құйып, орташа отта пісіресіздер. Келесі кезекте қамырын жасайтын боламыз. Жылы суымызға тұз, 2 тал жұмыртқа қосылып, осылай қаттылау қамыр илейміз. Қамырымыз тынғаннан кейін оны жұқа етіп жаятын боламыз. Жайып болғаннан кейін ортасына осылай май жағып, қамырымызды ораймыз. Осылай қысқа бөліктерге бөліп, мантаварканың табағына салып, 10-15 минут буда пісіріп аламыз. Піскеннен кейін сәл суытып, одан кейін осылай ұсақ қылып турап аламыз. Кеспенікінде етіп, жіңішке қылып турасаңыздар, барлығы өте әдемі шығатын болады. Қамыры міне осындай тал-тал болып бір-біріне жабыспай өте әдемі болып пісті. Подливы піскеннен кейін осылай үстіне құйып, жей берсеңіздер болады. Барлығыңызға ас болсын.